Сәлеметсіз бе, Серікбол Хасанның кітабы қайда? Жақсы, рахмет. Қызықпаймын басқаға, тарих қымбат мен үшін. Баяндаймын шаттана, бабалардың жеңісін. Сұрасаңыз барлығын, қайталаудан талмаймын. Тарих үшін дәл бүгін жанын қияр жандаймын. Қалай, жекелендіңіздер ме? Я, бұл ерсек оқырманға емес, өздеріңіз байқағандай, кімдерге арналған? Бәрекелді. Бүлдіршін, боласа балаларға тарихтан тағылым бере өлеңді, бала тіліне жазатын ақынды, өзімнің мақтанышты мекенім айбынды астанамыздан көрсету үшін бүгінгі репортажымды бастайтын мен Нұрай Абдулдабек. Серікбол Хасан балалар әдебиетінің белгілі ақыны және танымал журналист, Мұнара газетінің бас редакторы, республикалық әдебиет айдыны, Жас Қазақ, Ұлан газеттерінде, Шапағат Нұр, Ақ Желкен журналдарында белді қызмет атқарған. Көбелек, Кәусар, Күшті бала атты жеке жинақтары жарық көрген. Ақын Ұлы даланың жеті қыры жобасының жеңімпазы, Серпер сыйлығының иегері, ақпарат саласының үздігі. Бір сөзбен айтқанда, бүгінгі қоғамдағы шынайы шығармашыл тұлға. Құрметті Серікбол мырза, сіздің шығармашылығыңызды зерделей келе, негізінен балаларға арнап өлеңдер жазатыныңызды түсіндім. Неліктен өз өлеңдеріңізді балалар аудиториясына бағыттап жазуды таңдадыңыз? Рахмет, тамаша сұрақ. Жаңа осы кітапханаға келген кезде мына балалар әдебиетінің 10 томдығы шұрасты. Бұны естіген Байбата Қошым Ноғай деген біздің балалар әдебиетінің ірі өкілі ағамыз дайындаған. Бірақ әлі көрмеген екем. Мына кітапханаға келген кезде жаңа көзіме оттай басылды. Осы мына 3-ші томында Тұманбай ағаларымыздан бастап, Жұмекен ағаларымыздан бастап, соңғы жағы бізбен аяқталады. Бірнеше балалар жазушыларының өлеңдері осында жарияланған екен. Айтайын дегенім, осы жердегі мына Тұманбай ағамыз кезінде Балдырған журналында істеді. Сұлтан ағамыз бар, өлеңдері бар. Ол кісі Ұлан газетінде істеді. Ескен Елубаев, ол кісі де Балдырған журналында істеді. Осы кісілер негізінен менің балалар әдебиетіне келуіме себепкер болған осы кісілер. Яғни Алтын адам және азаттықтың тарихы өлеңдер топтамаңыздағы бабалардың ерлігі, мұражайда алтын адаммен танысу, түс көрдім, баланы ғана емес, байыпты кез келген жанды қайраттандырып, рухани жандандырады деп бағалаймын. Бұл шығармашылық еңбек қандай шабыттан немесе қажеттіліктен туындады? Бұл тақырыптар негізінен тарихи тақырыптар ғой. Балаларды тарихқа қызықтыру, біздің ата-бабаларымыздың ерлігіне қызықтыру бағытында жазылды. Негізінен өзім мен де бала кезімде ең жақсы сүйіп оқитын сабағым тарих сабағы болатын. Құрметті ақын, сіздің есіміңізді бүгінгі оқырманға тәж-тәжал болған пандемия танымал етті дегенге келісесіз бе? Сіздің күшті бала еңбегіңіз осы бір ғасыр індетімен байланыста жарық көрген жоқ па? Тазалық мәселесі көп айтылды ғой. Қолыңды жуу, тағыны таза жүрір деген секілді. Сол телеарнаны ашып қалсаң да сол тақырып, газет журналды ашып қалсаң да сол тақырып. Содан кейін енді бұл үлкендерге айтып жатыр ол бұл насихатты. Осы балаларға неге осы насихатты айтпасқа деп мен қолыңды жу деген өлең жаздым. Сөйтіп енді біздің негізгі насихат көзіміз мына әлеуметтік желілер ғой. Мен Фейсбукта өзім парақшам бар. Соны белсенді жүргізуге тырысам. Сол Фейсбуктағы парақшама жарияладым қолыңды жу деген. Бірнеше уақыттан кейін маған хаттар келе бастады. Хаттар болғаны жаңа WhatsApp-қа әртүрлі Қазақстанның әртүрлі аймағындағы балалардың жаңа қолыңды жуды жаттап алып, маған видеомен жіберіп жатыр да. Ол өзің былайша айтқанда шығармашылық адамына, ақынға, егер сенің өлеңіңді басқа балалар оқыса, жаттап алса, ол кәдімгідей шабыт береді да. Сондықтан қатты қуандым бұл өлең жақсы таралғанына. Кейін мына балапан арнасында оған не түсірді, жаңа ән жазылды, анимация түрінде. Содан кейін жақсы таралды. Бүгін санасы смартфонмен оянған, сыни ойлап сайраған альфа ұрпағының аңсарында, арманында балалар әдебиеті жаңашыл жазушысы Серікбол Хасанның өлеңдерімен зерделейік. Айтпақшы, уәдемізді Серікбол Хасанның әкесінің қызы кітабындағы уәде өлеңнен оқып бастайық. Әкесі қызының алдында уәдесін орындаса, ұрпағы ұлтының алдында уәдесін орындаса, бір ғанибет іс емес пе? Ендеше, неге отырмыз? Уәдемізді сіз бен біз болып бірге орындайық. Сіздермен болған мен Нұрай Абдулдабек.